vision. Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Соңғы кезде әлем бойынша жеке телефонның қоңырауларын тыңдауға байланысты жанжалдар туындап жатыр. Қазірде біреудің телефон әңгімесін арнайы құзырлы органдар ғана емес, өзінің пайдасын ойлаған қарапайым тыңшылар да тыңдай алады. Сіздің телефоныңызды біреу тыңдай ма? Тексеріп көрелік достар. Әрине, қажет болса, құзырлы органдар біздің телефонымызды тыңдай алады. Бірақ сізбен біз ондай апаратын әрекеттер жасамайтынымызға сенімдіміз. Алайда қазіргі заманда арнайы тыңшылар, бағдарламалар мен қосымшалар көмегімен сырларыңызды білгісі келетін қарапайым адам сізге толық бақылау жасай алады. Мұндай хакерлер біреудің линиясына қосылып әңгімесін жазады. Сондай-ақ сіздің смартфоныңызға келіп түскен SMS хаттарды оқып, басқа біреуге жібере алады. Сондай-ақ сіздің смартфоныңыздағы контактідегі адамдарды өзіне аударып, сіздің қай жерде тұрғаныңызды да көре алады. Мұндай бағдарламаларды көбінесе өзінің балаларын қадағалайтын ата-аналар, және де ессіз ғашық жандар, және де компаниядағы бәсекелестік тудыратын адамдар көбінесе қолданып жатады. Мен қазір сіздерге бірнеше қасиеттерін айта кетемін. Осы қасиеттер сізде байқалып жатса, сіздің смартфоныңызды танып жүрген адамдар болуы мүмкін. Сіздің телефоныңыз басқалармен тыңдалатындығын анықтау үшін смартфоныңызды мына қасиеттер байқалатындығын тексеріңіз. Бірінші жағдай, сіздің телефоныңыздың қуаты тез таусылуы. Тіпті сіздің телефоныңыз жаңа болғанның өзінде телефонның қуаты тез таусылып, тіпті аккумуляторыңыз ісініп кетсе, мұндай жағдайлар хакердің құзырында бақыланатынның белгісі бола алады. Екінші жағдай, телефонның жұмысы кезіндегі ақаулар, телефонды өшірген кезде немесе қосқан кезде ұзақ ойлануы, телефонның жарығы өзінен өзі көбейіп кетуі. Мұндай жағдайлар хакерлердің телефонды аңдуының белгісінің бірі бола алады. Үшінші белгілер, телефонмен сөйлесу кезіндегі бөтен дыбыстардың естілуі. Егер сіздің смартфоныңызды біреу тыңдайтын болса, сіз біреумен сөйлесіп жатқан кезде түрлі шум дыбыстар немесе біреудің дауыстарын естісеңіз, мұндай жағдайлар сіздің смартфоныңызды біреу тыңдап отыр деген сөз. Төртінші белгілері, біреуге қоңырау шалған кезде қоңыраудың ұзақ орнатылуы немесе сөйлесіп жатқан кезде өзінен өзі қоңыраудың ажыратылып кетуі. Мұндай жағдайлар хакерлердің құзырында бақыланып тұрған белгісі. Естеріңізде сақтай жүріңіздер. Мұндай бағдарламаларды қосу үшін немесе ажырату үшін біраз уақыт кетеді. Егер бұндай жағдайлар сізде байқалып жатса, арнайы құзырлы органдарға барып, телефоныңызды көрсеткеніңіз жөн. Бүгінге осы достар, әдеттегідей каналға жазыламыз, және де лайк басып, жоғарыда колокольчикті де басамыз. Біздің каналымызда шығып жатқан жаңа видеоларды жіберіп алмайсыз. Аман саулық күнде кездескенше, қош сау болыңыз.